Достар, жұма күні осындай әңгімені қозғасақ болатын шығар. Бүгінгі уағызда құмар ойын жайында әңгіме қозғалды. Бұл ең үлкен күнәнің қатарына жатады екен, себебі өзімен бірге басқа да проблемаларды алып келетіні ол енді түсінікті шығар. Енді осыған байланысты үш нәрсені қозғады да. Оның біріншісі мүлдем әлі құмар ойынға жоламаған адамдар. Оған айтады, мүлдем қашыңдар, жоламаңдар дейді. Бір кейбіреулер бар, 50 теңге 100 теңге деп кіреді да, бір күні қалай татып кеткенін білмей қалады екенсің да. Екінші, енді кішкене болса да қатысы бар адамдар, оны айтып жүрген адамдар орға айтады, садақа беріп өзіңді пәле-жаладан қорғаңдар дейді. Ал енді үшіншісі, соның ішіне кіріп кеткен кәдімгі тәуелді болып қалған адамдар, олар бірінші такафур жасап, яғни өз-өзіне сұрақ қойып ойлансын дейді. Бұда не пайда, не зиян деп. Одан кейін нәпсісімен енді күресуге тырыссын дейді. Одан кейін ортаны өзгерту керек дейді. Және де бұған жалғыз өзінің күші жетпейді, оған көмек сұрасын, бір досынан ба, имамнан да, болмаса маманнан барып сол арқылы шығуына болады екен.